құрметті оқырман, каналға тіркел, лайк басып, өз пікіріңізді айта кетіңіз. Дүниеден өткен ата-анасына балалары жасай алатын 6 жақсылық туралы айтып бермекпін. Ата-ананың алдындағы міндет олар қайтыс болғаннан кейін де жалғаса бермек. Оның бірі өсиеттерін орындау. Яғни әке-шешесі қайтыс болғаннан кейін де балалары оларға жақсылықтарын арнай алады. Баланың осы жақсылықтарының бірі олардың өсиеттерін орындау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұған ерекше назар аударған. Бір кісі Алла елшісіне келіп: "О пайғамбарым, әке-шешем қайтыс болып кеткен екен. Оларға жақсылық жасау мүмкіндігі бар ма?" деп сұрайды. "Оларға қандай жақсылық жасай аламын?" дейді. "Иә, бар" деді де ол ары қарай жалғап: "Олар үшін дұға жасау, Алла тағаладан олардың күнәларын кешіруін сұрау, өсиеттерін орындау, әке-шешесінің артында қалған ағайын туыстармен туыстық қатынастарды үзбеу, әке-шешесінің достарын да жақсылық жасап көңілдерін жадырату" деген. Әлгі кісі пайғамбарымыздың аузынан әке-шешесінің жақсылық жасаудың қашанда кеш емес екендігін естіп қуанғаннан: "Уа Алланың елшісі, бұл мүмкіндіктер шынында да көп екен. Қандай керемет" дегенде, пайғамбарымыз "Осы айтқан нәрселерімді орында" деп сөздерін тәмамдаған болған. Екінші мәселе, олар үшін дұға етіп Алладан кешірім тілеу. Мұсылман құлдың өмірінде дұға аса маңызды құлшылық екен белгілі. Ата-анамыздың көзі тірісінде олар үшін қаншалықты дұға етсек, олар о дүниеге аттанып кеткеннен кейін де оларға жасар жақсылығымыз арттарынан дұға ету болмақ. Сондықтан да біз намаздағы соңғы отырысымызда үнемі Ибрахим пайғамбардың тілегендей Раббымызға: "Уа Раббым, мені және әке-шешемді және бүкіл мұсылмандарды қиямет күні кешіре көр" деп дұға етуіміз керек. Хазіреті Әбу Бәкірдің немересі Уруа ибн Забир нәпіл намаздарынан сәждесінде: "Алла тағалам, Зубайр ибн Аум және Әсма бинт Әби Бәкірді кешіре көр" деп әке-шешесі үшін дұға етеді екен. Ханафи мазхабының имамы Әбу Ханзаның әйгілі шәкіртінің бірі Әбу Юсуф намаздарынан кейін үнемі: "Аллахым, әке-шешемді және ұстазым Әбу Ханифаның қателіктері болса кешіре көр" деп дұға жасағанын баяндалады. Анас ибн Маликтің жеткізген бір хадисінде пайғамбарымыз қайтыс болған қабірде жатқан мына 7 топтың сауаптары жалғасып тұрады. Ғалым, ғылыми үйреткен адам, адамдардың пайдасы үшін канал қазып су жүргізген, бұлақтың көзін ашқан, ағаш отырғызған, мешіт салғызған, артында мұра ретінде Құран қалдырған және өзінің артынан дұға етіп кешірім тілеу үшін ізгі ұрпақ қалдырған деген болатын. Алла елшісі бізге мәңгі ағып тұратын 7 қайырлы арна барын айтады. Бұл арнаның бірі артынан дұға жасап тұратын салиқалы ұрпақ. Ата-ананың осылайша амал дәптері жабылмай, мәңгілікке жақсылықтары жазыла бермек. Пайғамбарымыз келесі хадисінде Алла тағала салиқалы құлының жәннаттағы мақамын жоғарылатады. Салиқалы бұл мұны көргенде таң қалып: "Ей мейірімді Раббым, дәрежем неге жоғарылап жатыр?" деп сұрайды. Сонда Алла тағала: "Ұлыңның сен үшін жасаған дұғалардың есебінен дәрежең көтеріліп жатыр" деп жауап берген екен. Бұл үшін ата-анамызға әрдайым дұға жасап тұрайық, ардақты ағайын.